Ұйықтағаным ана еді ғой, сағат неше болды, кім ол түнде кеп тұрған, әлі дала түн ғой. Так, кім болды бұл? Что-там житель не болып қалды, тағы не тірлік болып қалды, ертең келмесең болмады ма? Асик түш десіз анықтау бір жағдай болып қалды, тез кейін жүр. Житель босай дегенде не мен кішкене демалып бір ұйықтап, таңертең барып зор қылып кішкене шаршап тұр да ше. Компьютердан бағана түнімен жұмыс істедім, житель. Мен ұйықтауым керек еді. Асик оқымашы, ол таз жетерліге өйтіне ама жүр кеттік босай тез. Қазір не болды, сонша не болып қалды? Ана ауылдан асан бірдеңе тауып алды, жүрсе көресің өзің, жүрші десе сұрақ қоя бермеш. Бүкіл жителердің бәрі ауылда еще ұйықтап отқан жоқ, сен ғана ұйықтап отсың. Мен ғана ұйықтап отырмын ба? Ё-моё, жүр онда қандай тірлік ол? Житель, если что, мен ұйқым вообще дұрыс қанбады. Асик босай тезсіз, не ол ұйқы қанбады, ұйықтап отсыңдар күнімен. Жүрсе енді бір важный тірлік болып тұр деп тұрып қояды саған. Болды жүр, қаяқта, чо там? Ойбай, жителердің бәрі не жинап пранк істейін отқан жоқсыңдар ма? Қумаш болды тезсіз, жүрсе алдыма түсші бош. Так, мына жақта не болатыр, мына жақта? Мына жақта не болған, ей? Сол өзімізде түсінбей тұрып қой не болған мына жақта, ё-моё. Мынау кімнің труп екенін де білмейміз. Бұлай қайдан пайда болған, кім өлтіргенін де білмей тұрық сол. Ё-моё, мынау кәдімгі труп ба, мынау тірі емес па сонда? Қумаш көріпсің ғой, суасы қанған тірі емес. Түнде көретін туалетке барайын дегенмін ғой, сөйтіп туалетке шығып келе жатсам, мынаны көріп қалдым. Мынау деген қайдан шыққанын білмеймін, бірақ мынаны яри біреу өлтірген. Яри біздің ауылдағылар емес, потому что бүкіл ауылмен айқайлап, бүкіл оятқан кезде бүкіл келді. Қазір жарты жителдер даже білмеймін киімдерін жинастырып байқаға басқа жаққа көшеміз дей ма, бір бәле дейді, елес бар дей ма, бірдеңе дейді. В натуре мынау қалай біздің ауылда тап болып жүр? Жан-жақта ауылды қарап шықтыңдар ма? Ешкім жоқ па екен жақын жерде? Ауылды бұлай айналып қарап шықтым, ауылдың жанында ешкім жоқ. Бірақ анау орман жаққа қарай барған жоқпын, ғалбай ояқтан қатты қорқам бар ғой. Ё-моё, мынаны хотя білдіңдер ма, кім екен, қай ауылдың тұрғыны екен мынау? Жоқ, ярин ауылдың тұрғыны емес сияқты ғой, киіміне қарасаң басқаша киініп алған. Натурина қалталарын тексердіңдер ма? Жоқ, ешқандай қалтасын тексерген жоқпыз, бірақ қорқып тұрып білмеймін, милиция шақырамыз ба, не істейміз? Милициядан бұрын қалтасын тексеріп көрейік та, может быть, аты жөні бір бәлес паспорты бар шығар. Қалтасында не бар екен? Қалтасында факел бар екен, нан бар екен. Факел жақып қойсыңдаршы мына жерге. Нан бар екен нанның қалтасында. И $2 жатыр ма мына жерде? $2 қасында, короче, кітап жатыр екен еще. $2 дейді. Міне нан таптым. Книга бірдеңе дейді, кітап. Не істейміз? Кітап не кітап? Лақтыра салайын ба, не қылайын? Ашып көрсін, не кітап? Жазатын кітап емес па? Қасында еще жазатын бірдеңесі тұр ғой. В натуре жазатын бірдеңесі тұр қасында. Оқып көреміз, не істейміз? Мынау не кітап екен? Мен бір нәрсе қинап ұстап отыр дейді. Кім екенін мүлдем білмеймін, мен аман қалам ба, әлде аман қалмайын ба деп күнде ойланам дейді. Бірінші күн дейді. Ё-моё, жителдер, что-то мен қорқып жатырмын. Ашық қумашы, оқысың мынаны тақанса, не кітап мынау өз жазған сияқты мынаның? В натуре мынаның өз жазған мына кетті. Мені бір нәрсе қинап ұстап отыр деген. Мынаны сонда бір бәледей, мынаны өз жазған, мен мынаны біреудің кітабы деп оқып, андай бір какой-то өз оқитын кітап па дедім ғой мынаны мен. Так мен оны, мына бірінші бетінде короче жазған. Бірінші күн деп мен бір нәрсе қинап ұстап отыр, кім екенін мүлдем білмеймін, мен аман қалам ба, әлде аман қалмайын ба деп күнде ойланам деп. Бірінші күн деп қойыпты. Так мен оның түрін көрдім, ол сондай қорқынышты, типа екінші күн болып тұр ғой, ол сондай қорқынышты, мені қатты қорқып жатырмын. Бұл кітапты біреу тауып алған болса, мен қалада тұрғынымын, жасым 13-те, мен ауылдағы ескі досыма барғым келген дейді. Жолға шыққан болатын, үйдегілерге білдірмей түнде шығып кетіп жолда дейді. Жолда дальше келе жатқанда бір үйге тап болдым. Сол үйдің қасынан өте берген кезде кенет артымнан бір нәрсе тартып сол үйге қарай тартып алды. Сол уақыттан бері мен осы үйдің жертөлесінде жатырмын дейді. Екінші күн дейді. Мәссане, жителдер что-то қорқысып жатыр, өздерің оқисыңдар ма? Может быть, біреу келе жатқан жоқ па, жан-жақты қарап тұрыңдаршы. Что-то нормально қорқынышты отыр ғой. Может, натуре ауылдан көшіп кетеміз, барлық жителдер сияқты. Қумаңшы ма, қалай ауылдан көшіп кетеміз? Біз бұл ауылда тұрып жатқанымызға неше жыл, неше ай болды? Может, бит көше саламыз басқа қайсыға. Дальше әлі биттер бар екен, әлі оқитын әлі. Так, дальше кетеміз, екінші күннен бітірдім, Так, мен жер төленен
шығатын жер көріп тұрмын. Бүгін түнде сағат 1-лерде шамасында осы жерден қашуға тырысам дейді. Сағат неше болды? Сағат 3 болған жоқ па дәл қазір? Сағат дәл қазір 3 болды. Может быть, Асик, Назуре дәл шоқына қоясың, ауылдан просто так бүкіліміз қашып кете саламыз, мынаны тастап осы жерде. Қумаш, қазір милиция шақырамыз, күте тұр. Милиция шақырып қойыңдаршы, может быть, милицияда еп қалып, милиция звондаңдар, шақыра беріңдерші. Так, кім бар шақыратын? Шақыра беріңдер. Барыңдар. Так, мен кітапты до конца оқып тастайын, мына жерде тұрып оқимын. Бәрің тыңдаңдар, давай оқимыз. Так, бірінші күннен өттік. Так, 1-лер шамасында осы жерден қашуға тырысам дейді. Сонда бүгін болып тұр ма? Шықтым, бірақ артынан біреу кеп мен, міне нәтижем бастапты ғой. Мен қашып шықтым, бірақ артынан біреу кіп келе жатыр дейді. Кіп дейді, кіп қуып деген ба, типа, мен бұл хатты ағаштың үстінде тығылып отырып жазып отырмын дейді. Жазып жатырмын дейді. Аман қалам ба белгісіз, жақын жерде ауыл көріп тұрмын. Қазып сонда қарай қашам дейді. Қазір деген ғой, қазір қызынасы қарай қашам дейді. Мұна ауыл, біздің ауыл туралы айтты ма мынау сонда? Тоқтай тұрыңдар. Біздің ауылдың қасында ағаштар бар. Мен қашып шықтым, бірақ артынан біреу қуып келе жатыр. Мен бұл хатты ағаштың үстінде тығылып отырып жазып жатырмын дейді. Аман қалам ба белгісіз, жақын жерден ауыл көріп тұрмын. Ауыл жетелдер, бұл сонда біздің ауыл туралы айтып тұр ма? Асик, сол қуасың ба? Конечно, біздің ауыл туралы айтып тұр. Мынау нанда кішкене свежий емес екен, Мынаның жасы 13 жоп тұр. Жетелдер, не істейміз, Білмеймін, не істейміз, жетелдер, натуре. Асик, бір бөлесен қалайды да, мынаны не істейміз, үйлерімізге қашамыз, бункер істейміз, не істейміз, қалаға қарай, может бітті қашамыз бәріміз. Қоймаңдаршы, түнде ма? Түнде вообще қашу не вариант сияқты. Лучше милиция шарайық. Білесің ғой, милиция біздің ауылға 5-6 сағат дегенде әрең келетін. Не істейміз енді? Білмеймін, жетелдер, бір бәлесін қалу керек. Бірақ бар ғой, мен мына ауылдан қашам деп айта алмаймын. Асик, сен білмеймін, біз жетелдермен қашамыз. Жетелдер дұрыс па солай істейміз, біз ауылдан қашамыз. Мен біреудің қолынан өлгім келмейді. Жетелдер, мынаны сонда артынан қуалап ауылға дейін келіп өлтірді деп ойлайсыздар ма? Енді көріп тұрсың ғой, қанның бәрі осы жерде қансырап жатыр. Үшінен біреу пышақтай өлтірген ба, бір бөлек қалған ғой. Жетелдер, еш нәрсе білмеймін. Мен ауылда пайда қалам. Қазір мен компьютердан бір бәлелер жазып келейін. И мен, қазір компьютердан бір бәлелер жазып келем, в общем, Қазір мен компьютердан бір бәлелер сайтқа жазып көрем. Сендер осы жерде қозғалмай тұрыңдар, түсіндіңдер ма? Қазір мен жазып келемін. Так. Мәс саған мынаны хаты деген қорқынышты. Так, компьютерға отырып, так, поиск спасательдерге жазайын. Так, милицияларға так жазамыз. Так, жетелдерге айтуым керек. Барып, мен бүкіліне хатты жібердім. Так, милиция жетелдер. Жетелдер қайтты. Жетелдер, оқты бір жетел көріп тұрмын, жетел. Так, мына факелді абылай шығасыма. Ё-моё. Так, жетелдер. Так, сабаламыз. Жетелдер. Все, мен милицияға хабар беріп қойдым дейінсем, бәрің бір жерге жиналып аласыңдар. Асик, біз деген ауылдан көшейін деп жатыр, общем, біз мына жерде тұрамаймыз. Біздің ауылдың қасында осындай бір елес па, құбыжық па, түрі қатты қорқынышты деп бағана еще ананың хатында жазып кеткен ғой. Ё-моё, жетелдер, қумаңдаршы, ауылдан просто кете салсын ма? Уже жетелдердің жартысы кетіп қалды ғой ауылдан. Қазір біз де жиналамыз, мынаны күтіп тұрып, мынау шықсын. Ё-моё, мынау да шығайын деп жатыр ма үйінен? Бәрің кетіп баратсыздар ма? Жетелдер қуасыңдар ма? Мен құтқарушыларды шақырып қойдым, мен қазір милициялардың бәрін шақырып қойдым, скорый барлығын шақырдым. Асик, олар келемейінше білесің ғой, қазір азан болады, ал бұл түнде бізде не болатынын білмейміз. Сондықтан біз бәріміз кетеміз. Жетелдер, қумаңдар, жетелдер. Асик, если что, ойлансаң бізбен бірге жүр, негізі ауылға бас көз болып қалаймын десең, қала беріп, все, біз онда барлық жетелдермен кетеміз деп шештік. Жетелдер, қайқа кетіп баратсыңдар, қуасыңдар ма сендер? Ауылды просто так осылай тастап кетеміз ба? Енді амал жоқ, біз басқа ауылға барып енеміз. Если что, тыныш болып жатса, қайтадан келіп жатармыз. Все, онда Асик, біз кеттік тез асығуымыз керек. Тағы анау келіп қалып. Ё-моё, жетелдер, онда мен күте тұрыңдаршы, мен кішкене қазір кішкене киімдерімді үйден жинап шығам, заттарым компьютерімді алып алайын, главныйсын ана қасыма епоқты алып алайын, сосын барып болды, сосын кетеміз, мақұл ма? Ана балықты алып алайын, яғни кетеміз, күте тұрыңдаршы, мақұл ма сендер? Біз жайлап ауылдың шетіне қарай шығып жылжи береміз. Сен артымыздан қуалап келе бересің ғой, мақұл ма? Все, онда бізді кетті, онда тезсіз артымыздан жетіп ал тезсіз. Все, жетелдер, күтіңдер мені, мақұл ма? Все, қазір келемін мен. Так. Мен саған ауылдың жетелдер бәрі кетіп баратыр, мен де кетем, жалғыз қалуға что-то желание жоқ ауылда. Так, не аламыз, так, компьютерімді алам, ноутбугымды алам, то есть, так, ноутбугымды алдым, мына балықты алып аламыз. Тағы не болды бізде? Так, мына жерден нелерді алып аламыз, шалбарларды. И, астына түсіп, мынандай заттарды алуым керек. Не қалды өзі? Киркімен тапыр алайын, выживать еткеніңізді керек болып қалар. Так, все, болды, барлығы бітті ау деймін, Все.
Так, все, давай менің үйім, давай, короче. Так, все, главный ноутбугымды алдым. Так, до конца басамыз. Все, кет, жетелдердің артынан жетіп алайын. Так, жетелдердің артынан. Ё-моё, ено кімнің айқайлаған дауыс? Ё-моё, жетелдер қаяқта, жетел. Ух ты, жетел. Саған не болды, жетел, не болды саған? Асик, ар жаққа қарай қаш тез анау түрі қорқынышты біреу адам емес яғни басқа бір құбыжық қаш жетелдер былай қарай қаш сен басқа жаққа қарай қаш Асик. Так, жетелдер мәссаған жетел, нормально бар жетел. Қашыңдар бар, қашыңдар түрі қорқынышты абайла Асик, абайла. Жетел басыңда қан, мақұл жетел, қаштың, так. Жетелдер біздің жетелдердің артынан қуалап кетті ма анау? Так. Мәссаған әжем қорқыныш дауыс шығып жатыр ғой. Так, тез, құтқаруға мені шақыруым керек, так. Бол, ай, суға түсіп кеттім, так. Бір жерге отыру керек, так. Мәссаған олардың дауыстары күшейіп жатыр ғой. Анау ненің дауысы анау, так, жетелдер чаға, так, құтқарушы топты шақырамыз. Так, ноутбукты қойып қой. Так, фонарик бір үңгірге кірші, осы жерге кірші. Так, үңгірге кірдің. Так, ноутбукты қойып қой. Так, факел қаяқта, факелді өшіп тұр вообще. Так. Давай компьютермен шақыр. Алло. Так, связь осы. Алло, мәссаған связь ұстамай тұр. Так, давай.